Өткен сабақтарымызды жалғастырамыз, сұрақтарға жауап береміз. Біз қазір тікелей эфирге шығып отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, жауап берейік. Бізге келіп түсіп отырған көп сұрақтар бар. Біз ақырындап бәріне бір мезгілде жауап бере алмай қалсақ, кейін жауап береміз. Басқа тікелей эфирлерде жауап береміз. Олыма біздің тікелей эфирге қатынасып отыруға баршаңызға болады. Жалпылама Құран саламатсыздар ма? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін біз Алланың сәлемі менен салауаты пайғамбарымыз ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті қауым, құрметті жастар, үлкендер, баршаңызға сәлем бердім, сәлемдеріңізді алдым. Сіздерге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ел жұртымыз аман болсын, отбасымыз аман болсын деп, амандықпен жүздесе берейік деп бүгін сабағымызды бастаймыз. Баршаларыңызға бір қайырлы, берекелі сабақ болсын деймін. Айтқан сабақтарымыз сауаптан болсын деймін. Жалпылама Құран кәріменен діннің құпияларын ғылыми түрде ашудың маңыздылығына тоқтамақшымын. Құран кәріменен діннің құпиялары бар ма жоқ па деген сұрақ туады бұл жерде. Әрине, көз ашық адамға ешқандай бұл жерде құпия жоқ. Көкірегі ояу, көз ашық адамға ешқандай құпия жоқ. Оқыған кезде бәрін түсінеді. Діннің барлық құпиясын, Құран кәрімнің қандай да бір құпиясын, немесе жаңағы ертегі деп жүр көп адамдар Құран кәрім. Бұл ертегі емес. Оның құпиясына түсінбегендіктен ол адамдарға ертегі болып көрінеді. Сондықтан да көкірек ояу, көз ашық адам бұл Құран кәрімді оқыған уақытта оның ертегі емес екенін, оның ғылым екенін, ілім екенін, үйрену керек білім екенін түсінеді. Сондықтан да біздің қасиетті Құран кәрім кітабымызды ғасырлар бойы адамдар, халық ғасырлар бойы қолданып келе жатыр. Халық бір-біріне жаңағы үйретіп жатыр. Және бұл Құран кәрімді үйреткен уақытта ешқандай да бір жалқаулық болмайды. Көз ашылып кетеді оны оқыған адамды, тыңдаған адамды. Және де қайта-қайта Құран кәрімді оқысаң да жалықпайсың, және оны оқып отырған адамды, Құранды тыңдап отырған адамдар да Құранды тыңдауға жалықпайды. Не себеп? Өйткені бұл ақиқи, бұл жерде ақиқи ғылым жатыр, ақиқи ілім білім жатқаннан кейін. Құранды қанша оқысаң да ол таусылмайды, сыры, құпиясы тереңде жатыр. Әрбір аяттың өзіне зер салған уақытта өзіңе бір керекті бір маңызды нәрсені түсінесің. Және бір аяттың өзінен бірнеше астарды табасың. Кереметтілігі сонда. Көрдіңіз ба? Біздің қазіргі кездегі ғалымдар менен ойшылдарымыз үшін ең бір зерттейтін шексіз ғылым не деп сұраса, мен айтар едім Құран кәрім деп. Қалеген ғалым, қалеген бір ойшыл, зерттеуші, алға ұмтылушы адамға, әсіресе сауатты, білікті, маман иелер болған ғалымдарға осы Құран кәрім кітабын зерттеңіздер. Құран кәрімді терең қолдарыңызға алып тереңнен үңіліңіздер деп айтар едім. Жалпылама біздің өмірімізде Құран кәрімді біз елестетіп, көз алдымызға елестетіп көре аламыз ба екен? Елестетіп көріңіздер, қандай жағдайда болар еді, егер ислам діні болмағанда. Ислам дінінің құпиясы бар ма, жоқ па? Ислам дінінің құпиясы бір адамдарға
құпия болып көрінуі мүмкін. Оны бір өз өмірінде дінді толық түсінбегеннен кейін. Ал жалпылама адам баласы өмірге келгеннен кейін, өмір сүріп жатқаннан кейін айналаға зер салады, айналаға өзің жасап отырған қоғамына зер салады, отанына зер салады, салыстырмалы түрде адамдарға қарайды, басқа өзінің отбасын басқа адамның отбасына салыстыруы мүмкін, өзін басқа адамдарға салыстыруы мүмкін, басқа жаңағы мемлекеттерге салыстыруы мүмкін, басқа діндар болса басқа дін менен біздің діннің айырмасы қандай деген сұрақ тууы мүмкін. Жалпылама қорытындылап айтқанда бұл жерде салыстырмалылық идеяны қолданған уақытта да жаңағы мына біздің Құран кәрім бірінші орында тұр. Біз басқа пайғамбарларға келіп түскен кітаптарменен өзіміздің қасиетті Құран кәрімді ұстап салыстыратын болсақ, оның энергетикасын өлшейтін болсақ, энергетикасын сезетін болсақ, оны өз өмірімізге қолданатын болсақ, біздің қасиетті Құран кәрім біздің кітабымыз, Құран кәрім кітабымыздың ғылымы, Құран кәрім кітабымыздың энергетикасы өте жоғары деңгейде. Мен өзім 1990 жылдан бастап осы Құран кәрім кітапты қолыма ұстап оқып жүрген болсам, әрі осы қазір енді 35 жыл болыпты, Құран кәрімді кітап ұстағаныма 35 жыл болыпты. Осы 35 жыл ішінде қаншама әр күн, әр жыл, әр сағатты оқыған сайын әртүрлі астарын көріп жатамын, астарын ұғынып жатамын. Ал енді осы Құранды ертегі деп жүрген адамдарға мен келіспеймін. Оны түсінбегендіктен ертегі. Түсінген адам еш уақытта ертегі деп айта алмайды. Бұл жерде мысалы тозақ жаннат туралы айтқан оқиғалар, сол жерде тозақ жаннат туралы айтылған аяттарға көп адамдар түсінбейді. Оны ертегі деп айтады, сондықтан да. Ол ертегі емес. Бұл жерде біз оның ертегі емес екен, ол тозақ жаннат деген тақырыптарды толыққанды түсіну үшін энергетика заңдылығын, мынау эфир заңдылықтарын, біздің космостық, ақпараттық, ғаламдық ақпараттық, энергетикалық жүйені толық түсіну керек. Сол жүйедегі заңдылықтарды, сол жүйедегі теорияларды толық түсіну керек. Сонда сіз оның ертегі емес екенін ұғына аласыз. Мен өзім физик маман болғандықтан, мен бұны өзім жақсы түсіндіремін, жақсы түсінемін, және оны ақиқи 100% дұрыс жаңағы астарлап жазғанын, оны тек қана көз ашық көкірек ояу адамдар, ғалымдар түсіне алатынын біз жақсы білеміз. Сондықтан да көпшілік қауым кейде енді мынау Құдайға сенбейтұғын, дінді мақұлдамайтұғын ғалымдар да басқа салада өзінің көзі ашық, жақсы бір ой пікірлерді білдіргеніменен басқа салада жүріп, сол мамандығының иесі болып, соның бір Нобелдік сыйлығын алғанменен де дінге, Аллаға сенбейтін болса, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи қасиетті Құран кәрімге сенбейтін болса, ол кітапты оқымаған болса, әрине оларды қарсы шығады. Ал түсіну үшін әрине ол біздің заманымыздың ілім-білімінде игерген, және де осы Құран дінге, Аллаға сенетұғын, дінді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи пайғамбарлығын ақиқат, қасиетті Құран кәрім ақиқат, ілағи кітап екенін мойындаған адам ғана өзінің осы заманғы ілім-білімдеріменен нақтылап түсіндіріп беруіне мүмкіндік бар. Бірінші мамандығым 1986 жылдан бастап физикпін, педагог, психологпын. 1990 жылдан бастап екінші мамандығым рухани емші.
парапсихолог, энерготерапевт, космоэнергетикпін. Үшінші мамандығым 2000 жылдан бастап фитотерапевтпін, сынықшымын, жаңағы және 2000 жылдан бастап осы пайғамбар медицинасының ілімін игерген пайғамбар медицинасының зерттеушімін, және де пайғамбар ғылымын зерттеушімін. Ал қасиетті Құран кәрімді мен 1990 жылдан бастап қолыма алғанмын. Жалпылама энергия заңдылықтарымен осы қолыма Құран кәрімді ұстаған уақытта бетінен жарық нұрлы көрген уақытта бұл ол кезеңде де түсінбедім, әрине күшті жарық тұр деп ойлайтынмын, жарық болады деп ойлайтынмын, оны барлық адам көреді деп ойлайтынмын. Ал оны мына өзі 3-4 жылдан бері ғана соны басқа адамдар көрмейтұғынын тек өзім көретінімді түсінгенмін. Ал оны мен басқа адамдардан сұрамаппын. Осы 3-4 жылдан бері ғана басқа адамдардан сұрайтын болдым. Құран кәрім оқығанда сіз нұр көресіз ба деп. Осы кездерде мен сұраған адамдарымның ешқайсысы нұр көреміз деп айтқан жоқ. Сондықтан да сіздің әрбір адамның ықылас ниеті дұрыс болса, дінге деген, Аллаға деген көзқарасы дұрыс болса, әлемнің діннің құпияларын, Құранның құпияларының құпия деп қарастырмайды. Бұны ақиқи заңдылық, ақиқи бір илахи жол, илахи ілім, Алланың бізге берген жаңағы заңдылығы, мынау конституциясы бізге берген бақыт бағдар деп түсіну керек. Әрбір мемлекеттің конституциясы бар болған сияқты, рухани әлемнің де өзінің заңдылығы, конституциясы болатынын ақиқат. Бұны әрбір адам түсіне бермейді. Сондықтан да жалпылама біздің жоғарғы деңгейдегі технологиялық ғылыми жетістікке жеткен жаңағы көп өзгерістерге ие болған заманда жасап отырғанымызға қарамастан, бізде әлі де жаңағы қызығушылық танытып, немесе бір осы рас па, өтірік па деген ниетті алып ойына кіргізбей, жай ақиқи Алланың бір ілімі ғой бұл, Алланың бізге берген сәлемдемесі ғой деп қолына Құран кәрімді ұстап оқымай жатқан, оқымаған адамдар өте көп екен. Өкінішке орай сенбейтұғын, оны ертегі деп қабылдайтұғын. Сондықтан да мен осы интернет жүйесінде Құран кәрім ертегі деген, сол ертекке сенесіңдер ма деген сөздерді көріп қалып, соншалықты бір жүрегіме ауырып қалды. Сол себептен осы тақырыптар жөнінде бір қозғау салайын, өзімнің зерттеп жүрген білімдеріммен бөлісейін. Жалпылама өмірде өмірдің өзі, менің өткен өмірім, қазіргі өмірімнің бәрі осы қасиетті Құран кәрімді зерттеуменен, мынау адам психологиясын зерттеуменен, адамның пайғамбар медицинасын, адамның рухани өмірін, адамды жоғары деңгейге, біз рухани жоғары деңгейге көтере аламыз, қалай көтере аламыз деген мақсатпен көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізіп келе жатырмын. Өйткені менің алдыма 1986 жылдан бастап мен оқушыларды, одан кейін студенттермен жұмыс істеген уақытта да оқушылардың, студенттердің психологиясын жақсы білемін. Ал енді мен 1990 жылдан бастап рухани емші болып, халыққа ем-дом жасағаннан кейін әртүрлі жастағы адамдардың, әртүрлі отбасындағы болатын проблемаларды
әртүрлі адамдардың проблемаларын, әртүрлі адамдардың ауру сырқауларын, не себепті ондай жағдайға душар болады, мысалға осы тақырыптарды да зерттеу жүргізіп жүрмін. Сондай адамдармен кездескеннен кейін бұлма біздің өміріміз, менің өмірім осы зерттеуменен өзімді де айналамды да өзімнің жасап отырған орталығымды, өзімнің алдыма келген адамдардың жаңағы рухани деңгейін қалай көтеремін, қалай көтеруге болады деген ниеттерменен әртүрлі зерттеу жұмыстарында жүргізіп, және оның нәтижесін көрген өз өмірімде қолданып, және өзгелерге де үйретіп жүрмін. Жалпылама қорытынды түрде айтатын болсақ, бұл тақырып қорытындыланбайды өмірде. Мен бұл тақырыпты әлі толыққанды жаңағы қорытындылағаным жоқ. Диссертация жазып, жалпылама қорытынды жазғанменен оның артынан тағы да зерттеу жұмысын, тағы да әрі қарай мен ол бағыттан жоғары қарай деңгейге көтеріліп кеттім. Сондықтан да қызығушылығым менде өзі жаңағы мынау зерттеуге деген бір Аллаға деген ғашық жамын. Сондықтан да менің өмірімнің бары осы жеке отырсам да, басқа мен мынау адамдармен аралассам да, немесе бір жұмыс істесем де, ем жасасам да, мен барлық уақыт салыстырмалы түрде зерттеу жұмыстарын қатар алып жүрмін. Және осы тақырыптар бойынша мен сабақ өтіп жатырмын. Пайғамбар медицинасы, халық емшілігі академиясын ашып, рухани адамдардың рухани деңгейін көтерейін. Мен де өз үлесімді қосайын. Көптеген адамдар ауру болып келіп жатыр. Көптеген адамдардың проблемасы мемлекет тарапынан, мемлекеттік больницадан немесе шешілмейді. Оған бір рухани азық керек. Мынау мысалы больницада барып емделеді адамдар, бірақ жазылмайды. Оларға психологиялық жақтан, энергетикалық жақтан, рухани жақтан ол адамдарға көмек керек. Тек қана дәрі-дәрмек емес. Не себептен дәрі-дәрмек көмек бермейді? Не себептен адам аурудан айыға алмайды? Не себептен біздің адамдарымыздың көзқарасы шатасып жүр, немесе алға қарай ұмтылушылық жоқ деген сұрақтарменен жаңағы адамның денсаулығын қалай жақсартуға болады, өмірін рухани деңгейін қалай көтеруге болады деген сұрақтарға жауап іздеп осы салада да зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрмін. Жалпылама мен бұл пайғамбар медицинасы халық емшілігі академиясын ашқандағы мақсатым да осы академияда сабақ беріп жүргенімнің мақсаты, негізгі себебі де осы халықтың жаңағы рухани деңгейін көтеру мақсатында өздерінің түсінбей жатқан мәселелерін өздерін қызықтырып, өздерінің проблемаларын шешу үшін қажет болған мағлұматтарды алуына көмек беру үшін сабақ беремін. Және менің мақсатым емшілерді көбейту емес, әрбір адам өзінің емдей алатұғын, рухани энергетикалық деңгейде де өзінде болып жатырған өзгерістерді толыққанды түсіне алатұғын, мысалы өзінің энергетикалық деңгейін, мынау энергетикалық тәнін, өзінің энергиясының өз денесінде болып жатқан энергияны түсіне алатұғын деңгейде болсын. Өзінің психологиясы қалай өзгеріп жатыр, өзінің психологиясын түсінетін деңгейге келсін. Өзінің сана сезімі қандай деңгейге келді, сол сана сезімі қалай көтеруге болады, соны түсінетін деңгейге келсін. Алланы қалай тануға болады, өзін қалай таниды, адам өзі неден тұрады,
тән деген не, жан деген не, рух деген не, энергия деген не, жалпылама дін деген не, құран деген неге керек, құран деген не деп сұрайтындар бар әрине. Құран деген не, ұлыма өмір сүрудегі мақсат не деген сұрақтарға біз сол сабақтарымызда жауап береміз. Және әрбір адам өзін өзі жетілдіре алатын деңгейге келсе деймін. Бір-біреудің мойнына масыл болып түсіп қалмасын, бір-біреуге ауыртпалық түсірмесін. Әркім өзінің жаңағы өзін-өзі алып жүретін деңгейге келсін деген ниеттерменен жүрген адаммын. Мен өз басым мысалға қанша қиындық көріп, қанша бір қиын ситуацияларға шықсам да, түссем де өзімді алып шығуға, басқа біреуге айтпаймын, басқа біреуге масыл болғым келмейді, өзімді өзім алып шығуға әрекет етемін және өзімді өзім алып шығып жүрмін. Алланың арқасында, сол Алланың берген ілім-білімдерінің арқасында. Жаңағыда бір кейбір адамдар дуа сиқырға тап болып қалады. Дуа сиқыр не деп кезіп жүреді әр жерге барып. Сол дуа сиқырды шешу жолын үйретемін. Кей адамдар менде қарғыс бар, көз тіл бар дейді. Ол көз тіл қарғысты шығару жолдарын үйретемін, ілімдерін. Жалпылама кей адамдар менде қасиет бар, қасиет қысып жүр, не істейтінді білмеймін деп ата-бабаларымнан келген қасиет бар деп айтады. Сол қасиетін ашуға, сол жолды қалай ұстау керек, ата-бабаларынан келе жатырған, оны үйретемін. Жалпылама біздің жаңағы кей адамдар айтады, менде жын кіріп кетті, мен жынмен сөйлесем дейді. Ол кей адамдар айтады, мен періштені көрем, періштемен сөйлесем. Кей адамдар айтады, мен аруақты көрем, аруақпен сөйлесем дейді. Осылардан осындай жағдайларды тап болған жағдайда қалай дұрыс қарым-қатынас жасау керек, қалай дұрыс көзқарасты қалыптастыру керек, қалай дұрыс байланыс орнату керек, осы тақырыптар бойынша да ілім үйретемін. Өйткені бұл салалар бойынша мен кішкентайымнан мен жаңағы періштелерді де, аруақтарды да, жындарды да көріп келе жатырмын. Кішкентайымнан мен аураны да көремін. Кей адамдар айтады, бет-оғым бар, осы бет-оқты қалай қолданамын, бет-оқты пайдасы, зияны қандай, осыны бет-оқпенен адамға көмек беруге бола ма, емдеуге бола ма дейді. Бет-оқтың да заңдылығын мен физик маман ретінде жақсы түсінгендіктен биоэнергетиканы қолдану жолы, оны өзіңе де өзгелерге де пайда келтіру жолында қолдану жолдарын үйретемін. Ұлыма адам баласын, адам болып жаратылғанның өзі қасиет. Әрбір адам қасиетті. Адам біз салыстырмалы түрде басқа болмыстарға қарағанда өзіміздің жер шарында жасайтұғыны адам саналы, қабілетті, қасиетті, сөйлейді, көреді. Мысалы жануарлар да менің санасыменен адамның санасын салыстыруға болмайды. Әрине әрқайсының өзінің деңгейі бар. Неге көрдіңіз ба? Сондықтан кей адамдар айтады, бір адам қасиет деген ол әрбір адамда болмайды, кей адамдарда болады, кей адамдарда болмайды деп. Қасиет дегеннің мағынасын дұрыс түсініп адамдар үйрену керек. Адамда Алланың берген ерекше, әрине ерекше қабілеттің иелері болады. Әрбір адамның да Алла тағала бір өзінің кәсібіменен, миссиясымен деп қазіргі кезеңдерде көп айтады. Жалпы талантымен жаратқан ғой. Әрбір адамда өзінің өмірге келгеннен кейін өзінің кәсібі болуы тиіс, маман иесі болу керек. Мейлі оқысын, мейлі оқымасын, бәрібір нан тауып жеу керек, кәсіп ету керек. Бір кәсіппен айналысады алдыма қалеген адам. Сол кәсібін жетілдіріп, одан әрі дамытатын адамдар болады. Немесе одан әрі ізденетұғын жаңағы бірнеше кәсіпті қатар алып жүретұғын адамдар болады. Жалпылама адам баласы талантты қылып әрбір адам жаратқан, Алла тағала қасиетті қылып, талантты, талапты қылып жаратқан. Әрбір адамның өзінің өз деңгейінде қасиеті бар, қабілеті бар. Ал енді әрине ерекше дарын иелері болады. Енді бұл ерекше дарын иелері енді әрине барлық адамдардың барлығын ерекше бір дарын иесі деп
айта алмаймыз. Жалпылама ерекше дарын иесі болып туылатұғын, дүниеге келетұғын адамдар болады. Ал жалпылама халықтың, ондай адамдар жалпылама халық арасында бір 5% болуы мүмкін, 10% болуы мүмкін өмір жер шарында. Ал енді біздің жер планетасында 90% халық адамдардың бәрі таланты бар, талантты. Әрбір адамның өзінің кәсібі бар, өзінің қабілеті бар өзіне сай. Сондықтан да менің талантым жоқ, қабілетім жоқ деп ешкім ойламау керек. Әрбір адам өзінің қабілетін, қасиетін, талантын аша білу керек, жаңағы өзінің өмірінде қолдана білу керек, оның одан әрі жетілдіре білу керек. Сондықтан да мысалға бізге осы жағынан да көп хабарласып жатыр, осындай сұрақтар көп қоятын адамдар болады. Айтып жатқан себебі сол талант деген не, қасиет деген не деп сұрайтын адамдар болады. Ұлыма бұл тақырыптар бойынша қозғалатұғын, айтылатұғын мәселелер алдағы уақытта айта береміз. Құда қаласа, жалпылама біздер ғылыми техниканың дамыған заманында, 21 ғасырда жаңағы ғылым мен техника өркендеп, жаңағы мынау қазіргі баяғы біз 80 жылдар кибернетика деген ғылым шығып, осы кибернетика болашақта іске қосылады деп айтып жататын. Қазір біз кибернетиканың нағыз заманда жасап жатырмыз. IT технологиясының пайда болған заманда жасап жатырмыз. Жалпылама әрбір жаңағы мына интернет жүйесі дамыды. Біздің қазіргі кездерімізді нано технологиясы, кванттық технология дамыған заманда жасап жатырмыз. Сондықтан да біз мен кванттық физиканы да зерттеп жүрген мамандардың бірімін. Кванттық технологияның осы адам өміріне тигізетін әсері бар ма, жоқ па, қалай әсер етеді, оны адам өз өмірінде қалай қолданады, осы тақырыптарда зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрген жандардың бұл туралы алдағы уақытта сабақтарымыз бар. Сондықтан да біздің сабақтарымызға қатынассаңыздар, жаңағы өздеріңізді, қабілеттеріңізді, қасиеттеріңізді өздеріңіз жетілдіре аласыздар. Және біздің каналымызға жазылып, подписаться дегенді басып, каналға жазылып, біздің хабарламаларымызды көріп отыруларыңызға болады. Сондай-ақ сұрақтарыңызды жазып, кімге қандай тақырып қызық, оны да жазып отырсаңыздар болады. Біз сіздер үшін, халық үшін, халықтың жалпылама өзіміздің ғана сана сезімімізді көтеріп қана қоймай, жалпылама халықтың да сана сезімін көптеген ізденісте жүрген талант иелерінің ізденісте жүріп, өзінің жолын таппай жүрген, өзінің жаңағы қабілет қасиетін аша алмай жүрген жандарға көмек беруге әрдайым даярмыз. Сондықтан да Алланың нығметіне бөленіп, Алланың махаббатына бөленіп, жақсылықпенен, қуанышпенен кездесе берейік деп бүгінгі отырысты аяқтаймын. Біздің адамзатымыз, болашақ адамзатымыз өркендеуі тиіс, өсіп-өнуі тиіс, алға ұмтылуы тиіс. Әрбір адам өз санасын жоғары деңгейге көтеріп, бір-біреуге зиянсыз, бір-біреуге зиян келтірмейтін дәрежеде, деңгейде адам болып қалыптасуымыз керек. Сондықтан да бұлдай деңгейге көтерілу үшін адам өзінің рухани білімін нығайту керек. Біздің сабақтарымызда, біздің курстарымызда осы рухани адам санасын жоғары деңгейге көтеретұғын
өзін танитұғын, Алланы танитұғын, өзінің болмысын танитұғын, ілім-білім ғылымға негізделген сабақтарымыз, курстарымызға қош келдіңіздер деймін. Бізге хабарласып, сабаққа жазылып, сабақтарды оқуымызға біз шақырамыз. Әрдайым білікті, білімді болайық, Алланың амандығында болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.